Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті менің каналыма жаңадан қосылған тыңдаушыларым. Бүгін біз сіздермен Classroom Screen деп аталатын онлайн тақтамен танысатын боламыз. Бұл тақта бізге не береді, ол не үшін бізге қажет деген сұраққа алдымен жауап беріп алайық. Яғни қазіргі таңда сабақ барысында біз өте көптеген түрлі сабағымызды жүйелі түрде өткізу үшін, қызықты өткізу үшін әртүрлі әдіс тәсілдерді қолданамыз, әртүрлі сайттарды қолданамыз, әртүрлі қосымшаларды қолданамыз. Сол қосымшалардың сол бір сабаққа керекті бір қандай да бір элементтердің барлығын бір тақтада көрсетіп, бір тақтада жүйелеп дайындап қойып, ешқандай басқа парақшаларға алаңдамай, басқа парақшаға өтіп, оған уақыт өткізбей, алдын ала дайындап қоюға арналған, енді өзінің аты да айтып тұр, онлайн доска дейді, онлайн тақташа. Сол үшін, сол мақсатта бізге осындай Classroom Screen деп аталатын онлайн тақташа ұсынылады. Тіпті күрделі сабақтардың өзінде біз осындай сервистердің көмегімен, олардың ішіндегі ерекше элементтерінің көмегімен сабағымызды қарапайым ғып өткізе алады екенбіз. Ол жерде біз не істей аламыз? Сабағымызды жоспарлап қоямыз. Әрине, уақытымызды жаңағы дедлайн дейміз ғой, уақытпен қандай да бір жаңағы шектеулер қойып, түрлі бір виджет таймерлерді қолдансақ болады осы Classroom Screen сервисінің көмегімен. Сонымен қатар балаларға бір өздерінің өзіндік жұмыстарын жасауға қандай да бір инструкциялар беріп қойсақ, келесі мынаны жасау керек деген сияқты. Және де түрлі тағы да виджеттердің қызықты бір жаңағы топтық жұмыстармен жасайтын, сол жерде бір нақты уақыт режимінде опростар жасауға арналған осындай бір ерекше элементтері бар Classroom Screen деп аталатын онлайн тақташамен бүгін таныс болатын боламыз. Мінекей, мына жерде қарасаңыздар, қалай қолдануға болады. Мінекей, мына онлайн тақташа, қажетті файлдарымызды, суреттерімізді, уақытпен шектеуімізді, сұрақ-жауап сияқты элементтерімізді, сонымен қатар тағы да мінекей түрлі осы сервисте берілетін мүмкіндіктерді пайдаланып, біз сабағымызды, тренингтарымызды осылай қызықты етіп өткізе алады екенбіз. Олай болса, қазір нақты танысуды бастайық. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін ең алдымен бұл сайтты табу үшін әрине біз Google іздеу жолағына Classroom Screen деп жазамыз. Classroom Screen деп жазғаннан кейін бізге осы сұранысты бергеннен кейін бізде бірінші жасыл осындай иконкамен беріледі. Classroom Screen деп бізде ашылады. Сайтқа бір сілтеме арқылы өтеміз. Автоматты түрде Google маған бұл парақшаны орысшаға аударып беріп отыр. Оң жақ батырманы басып, егер де сіздерде ағылшынша тұрған болса, перевести на русский язык деп кез келген жерін басып ауыстырып алсаңыздар болады. Енді біз не істейміз ары қарай? Авторизация жасап тіркеліп алсаңыздар, алдыңғы тақташаларыңыз сіздің сақталып отыратын болады. Попробуйте бесплатно дейді, яғни ақысыз түрде қолданып көріңіз дейді. Енді осы ақысыз түрінде қандай мүмкіндіктер бар екен қарап көрейік. Мінекей, онлайн тақташамыз интуитивті, түсінікті, жалпы инструменттерін қазір таныс болатын боламыз. Мынау біздің обой дейміз ғой, бэкграунд обой. Бұл жердегі обойды біз өзіміз таңдап алсақ болады. Бұл жерде өте көптеген бір нұсқалар бар. Соның ішінде өзімізге ұнайтын бір нұсқасын таңдап қалдырсақ болады. Мысалы, мынандай бір нұсқаны таңдасақ болады.
мысалы осындай бір нұсқаны таңдап көрейік. Келесі бізде элемент pool деп аталады, яғни бұл жерде біз қандай да бір опрос жасай алсақ болады, иә. Multiple choice тест сияқты, мінекей мысалы үшін смайликтермен арналған қандай да бір сұрақты қойып, мысалы мына жерде 2 нұсқалық па, көп нұсқалық па, иә, варианттарына қарай өздеріңіз қойсаңыздар болады. иә немесе жоқ деген, жоқ, мынау деген смайликтермен арналған опростардың түрлері болып табылады. Мысалы үшін бір қандай да бір сұрақ қойылады, иә. Саған бүгінгі сабақ ұнады ма деген сияқты сұрақтар қойылады. Содан кейін мына жерде жаңағы иә деп жауап бергендердің саны қанша болды, жоқ деп жауап бергендердің жаңағы қанша болды, иә. Соның барлығын біз осы жерден диаграммадан көре алады екенбіз, иә, кері байланысқа жақсы. Немесе жаңағы осындай да бір бүгінгі сабақ қызықты болды ма, немесе қиын болды ма деген сияқты бір кері байланыс алуға арналған экранға барып балалар өздерінің жауаптарын көрсете алады. Мысалы бұл жерде 2 нұсқалық, 3 нұсқалық, жаңағы 4 нұсқалық, 5 нұсқалық деген сияқты смайликтердің нұсқалары әртүрлі. Оны өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Question деген жерде мысалы смайлик или болмаса multiple choice, не болмаса true false деген сияқты әртүрлі нұсқалары бар. Соны өздеріңіз таңдап қажетін аласыздар, иә, немесе жоқ деген сияқты. Мысалы 2 қосу 2 тең 4 па. иә дегендердің саны мысалы үшін 7-8 болса, жоқ дегендердің саны 4 деген сияқты. Осындай бір сұрақ жауап ретінде қолдануға болады. Енді өздеріңіздің жаңағы пән мазмұндарыңызға қарай, жаңағы қажеттіліктеріңізге қарай. Рандомайзер дегеніміз бұл жерде жаңағы кез келген жаңағы тізіммен адамдардың атауын енгізіп, иә, мысалы оқушылардың, соның ішіне кез келген біреуін рандом арқылы таңдап алуға болады. Қанеге кім жауап береді деп, мысалы үшін балалар ешқайсы жауап бермей жатса, мысалы үшін балалардың тізімін осы жерге қоя салып, иә, рандом арқылы жауап бергізуге болады. Мына жерде open settings деп бастық, иә, сол жерде бізде мына name list дейді. Атаулар тізімі, иә, мысалы үшін Айнұр, Алмат, Жандос, Дәурен, Балжан деген сияқты, мысалы аты жөндерін толық жазып аламыз да балалардың. Немесе күнделіктен алып қоя салсақ болады, иә. Continue батырмасын басамыз. Содан кейін мына жерде мындай 2 бағыттауыш тұрады. Осыған бір рет шертсек, мысалы Дәурен деген атауды бізге таңдап беріп тұр. Яғни бізге осы сұраққа Дәурен жауап береді деген сияқты рандом, яғни кез келген бір атты таңдауға арналған сондай бір элемент. Енді келесі бізде sound level деп аталады. Бұл жерде sound level деген жерде біз қаншалықты балалардың мысалы сөйлеп жатқан кезде уровень шума дейді ғой. Мысалы егер класс шулап кететін болса, мысалы қаттырақ сөйлеп шулайтын болсақ, мысалы үшін, иә, мысалы мына жерде мен кішкене қаттырақ сөйлеуге тырысып жатырмын. Егер де жаңағындай бір қатты мінекей шум болған кезде қоңыраушаның дауысы естіліп тұрады. Яғни оны да қосып қойсаңыздар, жаңағы балалардың қатты шулап баратқан кезде осындай дыбыс шығады. Қанекей балалар тынышталамыз деген сияқты бір сондай неде қолдануға болады. Осындай бір элемент. Келесі ол image, яғни сурет. Кез келген бір суретті жүктеп қоя аламыз. Ол бір өзіңіздің алдын ала дайындап қойған бір черновигіңіз болуы мүмкін. Бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай да бір сурет болуы мүмкін, иә. Оны өзіңіз
жаңағы қажетіне қарай алып осылай қойсаңыз болады. Үлкейтіп, кішірейтіп қойсаңыз болады. Қойларыңызға болады. Бір емес бірнеше суретті қойсаңыздар болады. Яғни сурет қоюға арналған осындай бір қосымша. Мінекей осылай да қолдануға болады деген сияқты. Қажеттілігіне қарай үлкейтіп, кішірейтсек болады. Келесі текст. Енді ол атын айтып тұрғандай, иә, текст енгіземіз. Өзіңізге қажетті ақпараттарды қазақ, орыс тілінде енгізе бересіздер. Және де өзіңізге подсказка ретінде, или болмаса балаларға бір арнайы тапсырма ретінде қолдана бересіздер. Бұл жерде мынандай настройкалар бар, жаңағы түстері, бір сілтеме қоюға, формула қоюға деген сияқты. Енді қарапайым настройкалар, олар енді түсінікті деп ойлаймын. Яғни мәтін қоя алады екенбіз. Сонымен қатар мынау келесі work symbol дейді. Яғни жаңағы тыныш отырамыз деген сияқты, иә. Осындай бір жаңағы балаларға кішкене мысалы үшін мына жерде қалай work together, бір-бірімізбен жаңағы подсказка ретінде, мысалы тақырып беріп қойдық, жаңағы текст арқылы бір суретімізді қойып қойдық сол тақырыпқа қатысты, және де балаларға осындай подсказка беріп қойдық. Иә, яғни бір-бірімізбен жаңағы ақпарат алмасамыз деген сияқты. Осындай түрлі жаңағы подсказка ретінде қолдануға болады. Келесі traffic light, яғни бұл бізде бағдаршам. Бағдаршамның қызылы, жасылы жанды. Бұл енді бастауыш сыныптарға кішкене қызықты болатын шығар деп ойлаймын. Енді оны да бір қажеттілігіне қарай тапсырма берілді. Яғни дайындаламыз балалар. Қанекей кім жауап береді? Уақыт болды деген сияқты бір келтіріп жасауға болады деп ойлаймын. Сонымен қатар timetable дейді. Яғни қандай да бір уақытпен шектеу қойып қойсақ болады бұл жерде. Енді мына таймтейблды мен кішкене толық өзім жақсы түсінбедім. Құрметті ұстаздар, өздеріңіз тағы да көріп бір кәделеріңізге жаратасыздар деп ойлаймын. Келесі, бұл бізде таймер деп аталады. Таймер, яғни уақытпен шектеу. Уақытпен шектеу қойып қоямыз. Мысалы 10 минут бола ма, 20 минут бола ма, оны өздеріңіз настройкаға кіріп, жаңағы уақытты қоятын боласыздар. Кем жерде уақытты 45 минут деп мысалы өзгертіп қойса болады, яғни кері санау жүріп отырады. Мысалы 10 минут қалғанда, 5 минут қалғанда, енді өздеріңіз де балалар да экраннан қарап, уақытты қарап отырса болады. Сонымен қатар кәдімгі қарапайым сағат. Бұны да тақтаға қойып қоюға болады. Экранда үлкен болып көрініп тұрады. Сол сияқты осындай бір ерекше тағы да басқа элементтері бар. Мысалы үшін QR код қоюға болады екен. Мына жерге бір сілтеме қойсақ егерде. Мысалы classroom screen деп мына жерге сілтеме қойсақ, generate QR код десек, мінекей басқа бір сайтқа кіріп, QR жасап отырудың тіпті қажеті жоқ. Осы жерге өзіңізге керекті дүниелеріңіздің барлығын QR кодын қойып, мысалы мына жерге астына мәтінмен жаңағы classroom screen деп жазып қоюға болады, ол ненің QR коды екені түсінікті болып тұратындай. Стоп.
кішірейтіп жіберсек болады кішкене. болмаса мына жерден өлшемін кішірейтіп жіберсек болады. Так, сонымен қатар келесі қандай мүмкіндіктер бар екен. Видео дейді. Бұл жерде ютубтан қандай да бір сілтеме қоюға болады. Мысалы үшін жаңағы бір сабағыңызға қатысты бір ютубтан сілтеме дайындап қойып, соны қойса болады деп ойлаймын. Мысалы, мен өзімнің YouTube каналымнан мына видеомды сілтемесін көшіріп аламын. Копировать деймін да. Осы алдын ала тақырыптарыңызға байланысты дайындап қойған видеоңызды осы жерге алып қойып қойсаңыз болады. Яғни сіз уже сабақ барысында уже алдын ала дайындап қойған видеоңызды бірден көрсетіп, сол жерде бірден жаңағы жұмысыңызды бастап кететін боласыз. Яғни оны ютубқа кіріп, іздеп, жаңағы тауып жатпайсыз, бірден уже сілтемеңіз дайын тұрады. Так, сонымен қатар енді тағы да қызықты болады ау дейтінде, енді календарь егер керек болатын болса, календарды қойып қойса болады екен. Стоп-watch дейді, яғни секундомер ғой енді бұл жерде. Өзінің аты айтып тұрғандай. Қандай да бір жаңағы сілтеменің өзін қойып қойса да болады. Жаңағы біз сілтемені алып қойдық қой сайтқа. Сол сілтемені қосып generate link десек, бізге осы сілтемені Classroom screen, тағы да басқа, мысал үшін, тағы да қандай Google Translate, жаңағы переводчикке, болмаса Magic Diagram деген сияқты әртүрлі платформаларға, өзіңіздің тақырыбыңызға сай керекті платформаларға жаңағы сілтемелерін алдын ала дайындап қойып қоюға болады екен. Яғни жаңа айтып өттік, бұл программаның негізгі мақсаты, яғни жүйелеп сабаққа уже дайындап қою. Ашық сабаққа болсын, мысалы үшін сіздерге уақытыңызды барлығын жүйелеп, уақытыңызбен барлығы өтетіндей, сіз барлығын осылай реттеп алып отырсаңыз болады. Сонымен қатар тағы да бұл жерде қызықты болатын деген дроу деп ойлаймын. Яғни экранда қандай да бір жаңағы сызуларды жасауға болады, өшіруге болады деген сияқты. Осындай бір элементтер бар. Бұл да бір өзінше бір қажетіне қарай бұл элементті де қолдансаңыздар болады. Енді құрметті ұстаздар, ары қарай өздеріңіз жаңағы фантазияларыңызға қарай, қажеттіліктеріңізге қарай, енді бүкіл осы элементтердің бәрін қолдану әрине міндетті емес. Өзіңізге керегін осы жерден аласыздар деп ойлаймын. Бір кәделеріңізге жаратарсыздар деп ойлаймын. Менің ақпаратым сәл де болса бір жұмыстарыңызды жеңілдетеді деп ойлаймын. Жаңа бір дүние үйрендіңіздер деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Қазақша контентті қолдап отырайық, бір-бірімізді қолдап, бірге биік шыңдарды бағындырайық. Назарларыңызға рахмет тағы да.